кебек дегеніне жетті ме? Иә ата, жақсы сұрақ. Кейін не болды? Бұл аңызда барлығы оңай емес. Кебектің арам ойын берекет Исатайларға жеткізді. Бауырлар, Шәңгір жерімізді әркімге жалға беріп жатыр. Ол адам өлтіріп, мені қылмыскер атандырды. Абыройым, аталарымның аруақтары масқара болды. Өздерің білесіңдер, мен халқым үшін жанымды беруге дайынмын. Оны түсіндік, батыр. Бізден не сұрап тұрсың? Шәңгір хан бар жасағын жинап жатыр. Каспийден жоғары орыс патшасының әскерінде бізге, қазақтарға қарсы қойып отыр. Бірігейік, күресейік, еліміз, туған жеріміз үшін, теңдік үшін. Сол кезде Жәңгір де өз-өзіне келе алмай жүреді. Ол мәртебелім, кешіре көр, жанымды қи. Тақсыр, білесіз ғой, бұл ісіңізді... Әй, басыңды өзім шабамын дедім. Қоштас жаныңмен, кебек. Тақсыр, бір өтінішім бар. Тақсыр, менің өлімім сізге пайда келмейді. Оның қажеті қанша? Ақ патша мені сізге бас көз болсын деп тағайындаған еді. Егер мен жоқ болсам, ол кісі білесіз ғой, іздейді. Дала халқы ешқашан өз бауырларын қиын жағдайда тастаған емес. Намыстарын қайда, жігіттер? Исатай өз намысын емес, елінің намысын қорғауда. Сол үшін жанын беруге дайын. Бірақ хан ордасында да біздің бауырларымыз көп. Өзіміздің қазақтар. Сондықтан менің ұсынысым ордада емес, бейтарап жерде Жәңгірмен кездесейік. Халық атынан наразылық хат жазып, оған тапсырайық. Ай, жігіттер, қызық екенсіңдер. Біреуің шабуыл жасайық дейсіңдер. Екіншісің кездесіп келісейік дейсіңдер. Қазақтың қан төккенін өздеріңде қаламайсыңдар. Екі жақта күреске дайын. Жағдай шиеленісіп барады. Соғысқа жол бермеу керек. Халық қиналады. Егер мен біреудің әңгімесін көрінбейтін дағым келсе, онда мен... Я, сол жерге тығылар едім. Әй, жылқышы, мына қамшы, сенің ұлың берекеттікі ме? Иә, бірақ бірнеше күн болды. Берекет көрінбейді. Сендерде бір жылқы ұрланды деп естідім, рас па? Иә, рас. Бірақ ұрлаған менің балам емес. Берекет ұр емес. Иә, балаңыз ұр емес. Сіздің балаңыз сатқын. Ол ханға қарсы адамдарды қолдайды. Ұстаңдар мынаны. Бұл кебектің ең арам жоспар еді. Ол өзін жеңімпаз сезініп, Жәңгір ханға жетіп келді. Ұлы мәртебелім, мен сізге айттым ғой, сіздің адамыңызбын деп. Мен сізді қолдаймын. Егер қаласаңыз, Исатай күні ертең мерт болады. Бұл кебектің ең үлкен қателік еді. Ол ұлы даланың халқын түсінбеді. Түсінбегенде жақсы болды. Неге? Неге түсінбегені жақсы болды? Кейбір кездері бәз біреулер біздің салтымызды, түсінігімізді, ойымызды, уайым қайғымызды түсінбейді. Олай біздің келесі қадамымызды талдау қиын. Әрі қарай айта берейін бе? Онда тыңдаңдар.